Сіз қандай анасыз, ол қандай әке. Тоқты, балаларды жақсы көреді, жақсы түсінеді. Доста, кеңесші де бола алады. Кез келген жүрегін жаулап қолынан келгенін істейді. Өз баласы олар үшін мінсіз, үнемі мақтан тұтады. Тоқты аналар баланың тәртібіне, бағынуына бірінші орынға қояды. Тоқты әкелер баласымен өткен уақытты мән-мағынаға қызықты өткізуге нағыз шебер. Торпақ әкелер өз бойындағы жақсы қасиеттердің бәрін балаларының бойынан көргісі келеді. Балаға көп уақыт бөлу сәйкесінше көп нәрсе талап етеді. Ал торпақ аналар балалары бар керегін қамтамасыз етеді. Ешкімнен кем қалдырмаймын деп талпынады. Бұнысын шектемесе, ұл қыздары дүние қоңыз жанға айналып кетуі мүмкін. Егіздер бала тәрбиесінде көп көңіл бөліп қатаңдықты талап ету жетіспейді. Сол себепті ата-ана болу олар үшін үлкен жауапкершілікке тең. Өзін аз да болса да жеңіл сезіну үшін балаларын сенім артып, өзіне тең көруге ересек адамдарша қатынас жасауға тырысады. Көп жағдайда баланың өзіне жауапкершілікті көп артады. Шаян, жүрегі махаббатқа, мейірімге толы, төзімді, сабырлы, баланың кез келген затын құнсыздандырмай мән беретін, тиісінше уақыт пен көңіл бөле алатын, бір сөзбен айтқанда мінсіз ана, кемшіліксіз әке. Арыстан перзенттерінің барлық кемшілігімен, минустарымен қабылдай білетін, ештеңеге қарамайтын, шартсыз жақсы көретін ата-ана. Балаларды тыңдата алады, өзін сыйлата алады және кішкентайлардың жоғарғы бағасына ие ата-аналар. Бикеш ештеңе жеңіл-желпі қарамайды. Бәрін саналы түрде сараптайтын бикештер үшін ата-ана болу асқан жауапкершілік. Балаға қатысты ұсақ-түйек нәрсенің өзі оларға проблема. Әсіресе баланың тәртібіне, бағынуына, пайдалы әдебиеттерді қалыптастыру бірінші орынға қояды. Сондықтан соның қатаң талап ететін бикеш ата-аналар болады. Таразы балаларды құрметтеп, оларды әріптес, досындай көру арқылы тәрбиелей алады. Ана мен бала арасындағы қарым-қатынас бұйрық беру, бағыну, тыңдау, орындау форматында емес, жай ғана қарапайым үйлесімділікке толы болуы керек дейді олар. Саршаян әдетте үлкен, көп балалы отбасы болады. Ата-ана мен бала арасындағы махаббат құрылған, адамгершілікке, сыйластыққа негізделмеген, қарым-қатынас орнату қиынға соғады. Көбіне өздерін билеуші, басқарушы ретінде көретін ата-аналар. Мерген жасөспірімдермен тез тіл табыса біледі. Ата-аналық міндетін атқарады, еш қиындықсыз. Балалар келгенде өте қонақжай. Көршілерінің баласы мерген ата-аналарының үйінен айналшықтап жүреді. Тауешкі, талап, тәртіп, бала тәрбиесінде басты ұстанымдары. Отбасылық жиналыс жасағанда жақсы көреді. Ата-баба тәжірибесінде негізделген тәлім-тәрбиеге қағидаларын ұстанады. Суқұйғыш, көкірек көзі ояу, көңіл көкжиегі кең суқұйғыштар балаларды да солай үйретеді. Баланың асты-үстіне түсіп өбектемейді, сенім арта алады, қателесуіне, қателік жасап түзетуіне мүмкіндік береді. Отбасында түсінбеушілік, достық қарым-қатынастарды берік орната алады. Балықтар, бала десе ішкен асын жерге қояды. Балам кисін, балам жесін деп жүретін ата-аналар осылар.